Адам баласы ерте кезден шай өсіріп, оның денсаулыққа пайдалы екенін анықтаған. Алайда кез келген шай пайдалы бола бермейді. Мысалы, дүкен сөрелерінде тұрған бөтелкедегі суық шайдың көк шай немесе қара шай сияқты емдік қасиеті жоқ. Оның құрамында калорийлер көптеп кездеседі. Газдалған сусындар іспеттес адам ағзасына еш пайдасын тигізбейді. Шай қалташаларының еш пайдасы жоқ. Ол шаң-тозаңға толы келеді. Сондықтан жаңа қайнатылған қара шай ішкен дұрыс. Қайнаған шай шипалы, ал ұзақ тұрып қалған шай жылан уынан улы деген шығыс даналығы бар. Қара шай құрамында В1, В2, дәрумені, эфир майлары, минералды тұздар, таннин, кофеин сияқты пайдалы биологиялық заттар кездеседі. Диетолог мамандар күнделікті 7-8 кесе қара шай ішуге кеңес береді. Қара шайдың пайдасы: анемия ауруына шалдыққан жандар қара шай көмегімен бойындағы қан айналымын жақсартып, гемоглобин көрсеткішін ұлғайта алады. Қара шай күйік шалғанда көмекке келеді. Күйіп қалған кезде жарақатқа қара шай салмасын басып таңып тастаңыз. Қара шай бүйрек, бауыр, өт жолдарын зиянды қалдықтардан тазартып, ас қорыту жүйесін жақсартады. Есте сақтау мен ойлау қабілетін жақсартып, көздің көру деңгейін көтеруіне жол береді. Көз ауруының алдын алады. Ол үшін қара шаймен көз айналасын жуып тұру керек. Жүрек, жүйке, өкпе және онкологиялық аурулардан сақтайды. Тіс эмалін әлсіреуден сақтап, кариесті болдырмайды. Ішек ауруы кезінде қою қара шай ішкен абзал. Қара шай құрамында микроэлементтер ішек инфекцияларын сыртқа шығарып, асқазанды тазартады. Қара шайге лимон, бал немесе қант қосып ішсе иммунитет күшейеді. Суық тиіп, тұмаумен ауырған кезде көп мөлшерде лимон мен бал қосып ыстық қара шай ішкен дұрыс. Қара шай қант диабетінен сақтайды, бірақ бұл жағдайда оны қант тосап бал қосып пайдаланған жөн. Қара шайға сүт қосып ішсе, оның пайдалылығы арта түседі. Сүт қара шайге құрамындағы пайдалы элементтермен бірлесіп, адамды сергектік беріп, созылмалы аурудың алдын алады. Ескертеміз: қара шайды аяғы ауыр келіншектерге, емізетін аналарға, глаукома, варикоз, йод жетіспеушілігі ауруына шалдыққан жандарға көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды аш қарынға қызыл, қатты ыстық және тым суық күйінде пайдаланбаған абзал. Айтылған ақпараттар көңіліңізден шығып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетулеріңізді өтінемін.